Сәлем достар, сіздермен Олданай қазақша рецепті менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ашыған айраннан осындай жұп-жұмсақ дәмді етіп тоқаш дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осылай бөлме температурасындағы айранымызға ас содасын салып, тұзды, қантты, сұйық майымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Бір дана жұмыртқамызды қосып жіберіп, және араластырамыз. Енді еліктен өткізіп қойған ұнымызды осылай бөліп қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды қыздар бөліп қосыңыздар. Барлығын бірден қосып жіберуге болмайды. Қамыр жұмсақ шығу үшін 2-3 рет бөліп қосып илеу керек. Неге осындай жұмсақ қамыр шықты? Енді қамырымызды 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Арадан 15 минут өтті, қамырымыз дайын. Енді бөліктерге бөліп дөңгелектеп аламыз. Осылай домалақ етіп аламыз барлық қамырымызды. Енді осылай дөңгелектеген қамырымызды жайып шығатын боламыз. Доп-домалақ етіп. Жайып алдық. Ортасын пышақпен екі жерінен осылай тіліп жіберіңіздер. Енді қызып тұрған майымызға екі шетін қызартып, қуырып алатын боламыз. Міне, дайын болды тоқаштарымыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Шәйге ыстықтай өте күшті кетеді. Видеоны аса лайк басып, комментария қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.